Патшалықтар туралы бірінші жазба, 4-ші тарау. Осылай Самуилдың айтқандары бүкіл Исраил халқына кеңінен тарап жатты. Сол тұста Исраилдік жасақшылар филистерлерге қарсы соғысқа аттанды. Олар Әбен-Незер қаласының маңында, ал филистерлер Афектің қасында қостарын тікті. Жау жасағын сапқа тұрғызып, шабуылға шықты. Кескілескен шайқаста Исраилдіктер жеңіліп, 4000-дай адамы ұрыс даласында қаза тапты. Қалғандары жасақтың қосына оралғанда, Исраилдің рубасылары ақылдасып: «Жаратқан ие бүгін неліктен филистерлердің бізді талқандап жеңулеріне жол берді? Жаратқан иенің келісім сандығын Шилодан осында алдыртайық. Сонда ол ортамызда болып, бізді жау қолынан құтқарып алады», деп ұйғарды. Сонымен Шилоға бірнеше адам жіберіп, олар әлемнің иесінің келісім сандығын алып келді. Оның жер бетіндегі тағы, сандық қақпасындағы керуб мүсіндерінің үстінде болды. Елидің ұлдары Опни мен Пнехес те сол жерге Құдайдың келісім сандығымен бірге келген еді. Жаратқан иенің келісім сандығы жасақтың қосына жеткізілген кезде Исраилдіктердің қуана салған айқайынан жер жаңғырықты. Айқай шуды естіген филистерлер: «Исраилдіктердің қосындағы бұл не деген қатты айқай шу?» деп таңғалысты. Олар қарсыластарының қосына Жаратқан иенің сандығы әкелінді деген хабарды біліп алғаннан кейін үрейлері ұшып, олардың араларына Құдай келіпті десті. «Енді қасіретке қалармыз. Бұрын соңды мұндай нәрсе болып көрген емес. Сорладық. Осы құдіретті тәңірлерден бізді кім құтқара алады?» Олар ен далада әртүрлі апаттар жіберіп, мысырлықтарды құртқан еді ғой. «Қане, филистерлер, нығайыңдар, батыл да ержүрек болыңдар. Әйтпесе Исраилдіктердің сендерге құл болып келгеніндей, енді сендер олардың құлдары боласыңдар. Ендеше нағыз батырларша жан аямай соғысыңдар», деп сарбаздарын жігерлендірді. Содан филистерлер жан сала шайқасып, Исраилдіктер ойсырай жеңілді. Барлығы бытырап, әркім өз үйіне қашып кетті. Қырғынның зор болғаны сонша 30.000 Исраилдік жаяу жасақтың мәйіттері ұрыс даласында қалды. Бұған қоса Құдайдың сандығы жаудың қолына түсті. Әрі Елидің 2 ұлы Опни мен Пнехес қаза тапты. Шайқасып жатқандардың арасынан Буньямин руының бір адамы сытылып шығып, жүгірген бойы сол күні Шилоға жетті. Ол қатты қайғырып, көйлегінің өңірін айыра жыртып, басына топырақ сеуіп алыпты. Сол кезде Құдайдың сандығын уайымдап, жүрегі қобалжып, елегізген Ели қақпа алдында, жол жиегіндегі орындығында отырған еді. Хабаршы қалаға келіп, болған жайдың бәрін айтып бергенде, күллі халық айқай салып жоқтай бастады. Зарлы айқайды естіген Ели: «Мынау не қылған айқай шу?» деп сұрады. Сонда жаңағы кісі болған оқиғаны айтып беру үшін жүгіріп оның қасына келді. Елидің жасы 98-де болатын. Ол көзі көрмей, зағип болып қалған еді. Әлгі жігіт оған: «Мен тікелей ұрыс даласынан келіп отырмын. Бүгін ғана сол жерден сытылып шықтым», деді. Ели: «Не болғанын айтып берші балам», деп өтінді. Хабаршы: «Шайқаста Исраилдің жасағы филистерлерден қашып кетті. Көп адамы қаза тауып, сіздің 2 ұлыңыз Опни мен Пнехес те мерт болды. Құдайдың сандығы жаудың қолына түсті», деп мәлімдеді. Құдайдың сандығына не болғаны туралы айтылғанда, Ели қақпа жанындағы отырған орындығынан шалқалай құлап түсті. Содан желкесі үзіліп, Ели жан тапсырды.
себебі ол өте кәрі және денелі кісі болатын. Ели 40 жыл бойы Исраильге билік айтып келген еді. Бұл кезде Елидің келіні Пнехестің әйелінің босанатын мезгілі жақындап қалған болатын. Әйел Құдайдың сандығының жау қолына түскені, әрі қайын атасы мен күйеуінің дүние салғаны туралы хабар естігенде, сол жерде толғатып босанды. Алайда толғағы өте ауыр болды. Хал үстінде жатқанда қасындағы әйелдер оны «Қайғырма, ұл тудың» деп жұбатты. Бірақ ол бұған жауап қайырмады, тіпті көңіл де бөлген жоқ. Құдайдың сандығы жаудың қолына түсіп, қайын атасы мен күйеуі дүние салғандықтан әйел «Салтанатты ұлылық Исраильді тастап кетті» деп ұлына Иқабод, яғни ұлылық жоқ деген ат қойды. Ол «Салтанатты ұлылық Исраильді тастап кетті, себебі жау Құдайдың сандығын қолына түсірді» деп налыды. Бірінші патшалықтар, 5-ші тарау. Филистерлер Құдайдың келісім сандығын қолға түсіргеннен кейін, оны Әбен Езерден Азот қаласына алып барды. Сол жерде Құдайдың сандығын өздері табынатын тәңір Дагонның ғибадатханасына кіргізіп, оның мүсінінің қасына қойды. Азоттықтар келесі күні ертемен тұрып, ғибадатханаға келгенде, Дагонның мүсіні жаратқан иенің сандығының алдында етбетінен құлап жатыр екен. Олар мүсінді көтеріп, бұрынғы орнына қойды. Бірақ келесі күні де, таң сәріде тұрып қарағанда, Дагон қайтадан жаратқан иенің сандығының алдында етбетінен құлаған еді. Оның шабылып түскен басы мен қолдары есіктің табалдырығына, ал денесінің қалған бөлігі жерде бөлек жатты. Сол себептен Дагонның діни қызметкерлері мен Азоттағы ғибадатханасына келушілер күні бүгінге дейін осы табалдырықты баспайды. Сол кезде жаратқан иенің құдіретті қолы Азот пен оның айналасындағыларды қатты жазалап, кесел жіберіп, денелеріне шиқанды ісіктер қаптатып азаптады. Мұны көрген Азот халқы, Исраилдің тәңірінің сандығы бұл жерде қалмауға тиіс, өйткені олардың тәңірі бізді де, өз тәңіріміз Дагонды да қатты жазалап отыр деді. Сонымен олар хабаршыларын жіберіп, филистерлердің барлық әміршілерін шақырып алдыртты. Олардан Исраилдің Құдайының сандығымен не істейміз деп сұрады. Әміршілдер Исраилдің Құдайының сандығын Ғатқа жөнелту керек деп шешті де, оны сол жаққа апарғызды. Бірақ келісім сандығы Ғат қаласына келгенде, жаратқан иенің құдіретті қолы оны да қатты жазалап абыржытты. Жас демей, кәрі демей, жаратқан ие қаланың тұрғындарының бәріне бірдей індет таратты. Содан оларға жаппай шиқанды ісіктер шыға бастады. Сонда Құдайдың сандығын Әкронға жіберді. Бірақ ол сол қалаға жете салысымен тұрғындары, бұлар Исраилдің Құдайының сандығын өзімізді де, бүкіл халқымызды да қыру үшін әкеліп отыр, деп айқай-шу шығарды. Олар кісілерін жұмсап, филистерлердің барлық әміршілерін шақыртып алып, өзіміздің де, халқымыздың да құрып кетпеу үшін Исраилдің Құдайының сандығын осы жерден өз мекеніне қарай жіберіңіздер деп өтінді. Ажал бүкіл қала халқын қатты үрейлендірді. Себебі Құдайдың құдіретті қолы оларды қатты жазалап жатты. Өлмей тірі қалғандардың денелеріне шиқанды ісіктер шығып, қатты қиналды. Қала тұрғындары көмек сұрап көкке қарай жалбарынды. Патшалықтар туралы 1-ші жазба, 6-ші тарау. Осылай жаратқан иенің келісім сандығы 7 ай бойы Филистер жерінде болғаннан кейін, филистерлер абыз көріпкелдерін шақырып, оларға: жаратқан иенің сандығымен не істеуіміз керек? Оны өз орнына қалай қайтаруға болатынын айтыңдаршы, деген сауал қойды. Әлгілердің жауабы мынау болды: Исраилдің Құдайының сандығын қайтарамыз десеңдер,
оны құр жібермей, айыптарыңды өтейтін сый тартумен қоса қайтаруларың керек. Сонда ауруларыңнан айығып, жаратқан иенің құдіретті қолының өздеріңді неліктен жазалап келгенін ұғарсыңдар. Халық: оған айыпты өтейтін қандай сый тарту жіберу керек, деп сұрады. Абыз көріпкелдер былай деп жауап берді: өздерің мен әміршілерің бірдей індетке ұшырағандықтан, әміршілердің санына сәйкес етіп, 5-5-тен алтын шиқанды ісік пен алтын тышқан мүсіндерін жіберіңдер. Ісіктердің және елдеріңді ойрандап жатқан тышқандардың алтын мүсіндерін жасатып, Исраилдің Құдайының даңқты ұлылығын мойындаңдар. Мүмкін ол сонда өздеріңді, тәңірлерің мен елдеріңді осылай ауыр жазалауын доғарар. Бір кездегі мысырлықтар мен перғауын сияқты жүректеріңді қасарыстырмай-ақ қойыңдар. Жаратқан ие өздеріне құдіретін көрсеткен соң, олар Исраилдіктерді босатып жіберуге мәжбүр болды емес пе? Ендеше бір жаңа арба жасатыңдар. Оған жақында бұзаулаған, әлі ешқашан жегілмеген 2 қашарды жегіп, бұзауларын бөліп алып, қораға қамап қойыңдар. Жаратқан иенің сандығын сол арбаның үстіне орнатуларың керек. Оның жанында айыптарыңды өтейтін сый тарту ретінде жаратқан иеге ұсынып отырған алтын бұйымдарың салынған сандықшаны орналастырыңдар. Содан кейін арбаны бет алған жағына қарай қоя беріп, артынан бақылап отырыңдар. Егер арба өз жеріне, Бет-Шәміш қаласына қарай өрлесе, онда осы зор апатты бізге жаратқан иенің өзінің жібергені. Ал егер арба басқа жаққа қарай бағытталса, онда бізді жазалаған ол емес екеніне, бұл апаттың басымызға кездейсоқ түскеніне көз жеткіземіз. Филистерлер айтылғанның бәрін істеді. Олар таяуда бұзаулаған 2 қашарды арбаға жегіп, бұзауларын ажыратып алып, қамап тастады. Арбаның үстіне жаратқан иенің сандығын орналастырып, жанына ісіктер мен тышқандардың алтын мүсіндері салынған сандықшаны қойды. Сонда сиырлар тура Бет-Шәмішке апаратын жолға түсіп алды. Олар не оңға, не солға бұрылмастан үздіксіз мөңіреумен даңғыл жолмен өрлеп жүріп отырды. Филистер әміршілері олардың соңынан Бет-Шәміштің шетіне дейін еріп барды. Бұл қаланың халқы сол кезде егін алқабынан бидай жинап жатты. Олар бастарын көтергенде келісім сандығын көріп, соған шат-шадыман қуанды. Арба Бет-Шәміштік Иешуаның егістігіне жетіп, сол жердегі дәутастың жанына тоқтады. Леуліктер Құдайдың келісім сандығын және алтын бұйымдар салынған сандықшаны арбадан түсіріп, дәутастың үстіне қойды. Арбаның ағашын отынға жарып, қашарларды құрбандыққа шалды да, жаратқан иеге арнап өртеп жіберді. Содан кейін Бет-Шәміштің тұрғындары тағы бір қатар малды құрбандыққа шалып, бірнешеуін жаратқан иеге ұсынып өртеп жіберді. Филистерлердің 5 әміршісі осының барлығын бақылап тұрып, сол күні Әкронға қайта оралды. Олар айыптарының құнын өтейтін тарту ретінде Азот, Газа, Ашқалон, Ғат және Әкрон қалаларының атынан жаратқан иеге бір-бірден алтын ісік мүсінін ұсынған еді. Сонымен қатар, филистерлердің 5 әміршісі басқаратын барлық қалаларының санына сәйкес алтын тышқан мүсіндерін де жіберген болатын. Олар қамалмен қоршалған қалалардан басқа маңайындағы ауыл қыстақтарды да есептеген еді. Үстіне жаратқан иенің сандығы қойылған сол дәутас күні бүгінге дейін Бет-Шәміштік Иешуаның егістік жерінде осы оқиғаның айғағы болып әлі де тұр. Оның
киелі сандығының ішіне қарағандары үшін жаратқан ие Бет Шәміштің тұрғындарын жазалап 70-ін өлтірді. Солардың арасында 50 басшы да болды. Жаратқан иенің өздеріне тартқызған соншама ауыр жазасына халық қатты қайғырып жоқтап, осы киелі Құдай жаратқан иенің алдында кім тұра алады? Оның сандығы бұл жерден енді кімдерге апарылуға тиіс деп абыржыды. Олар Кирият Иғарым қаласының тұрғындарына хабаршыларын жұмсап, филистерлер жаратқан иенің сандығын қайтарып жіберді. Енді келіп, оны өздеріне алып кетіңдер деген сәлем жолдады. Бірінші патшалықтар, 7-ші тарау. Сонда Кирият Иғарымның адамдары келіп, жаратқан иенің келісім сандығын өздеріне алып кетті. Оны Абинадап есімді кісінің төбе басындағы үйіне апарып қойды. Оның ұлы Елазарды жаратқан иенің қызметіне бағыштап, келісім сандығының күзетшісі етіп тағайындады. Келісім сандығы Кирият Иғарымда ұзақ уақытқа, тіпті 20 жылға қалды. Бүкіл Исраил халқы қайғырып, жаратқан иеге бет бұра бастады. Самуил бәріне: егер сендер Құдайға шын жүректен қайтамыз десеңдер, онда қолдарыңдағы астарта бейнелерін және өзге де бөтен тәңірлердің бейнелерін лақтырып тастаңдар. Жаратқан иеге шын жүректен мойынсұнып, тек оған ғана қызмет етіңдер. Сонда ол сендерді филистерлердің қолынан құтқарып алады, деп ескертіп отыратын. Соңында Исраилдіктер Бағал мен Астарта есімді жалған тәңірлерден бас тартып, тек жаратқан иеге ғибадат ете бастады. Содан Самуил ру басыларға: бүкіл Исраил халқын Миспаға жинаңдар. Сол жерде мен сендер үшін жаратқан иеге мінәжат етіп сиынбақпын, деп тапсырды. Осылайша халық Миспа қаласына жиналды. Олар күнәларына өкінгендерінің белгісі ретінде құдықтан су тартып алып, оны жаратқан иенің алдында жерге төкті. Сол күні халық ораза ұстап, біз жаратқан иеге қарсы күнә жасап келдік, деп мойындады. Мұнан кейін Самуил Исраил халқына Миспада Құдайдың еркін білдіріп, билік айтты. Алайда филистерлер Исраил халқының Миспаға жиналғаны туралы естігенде, олардың әміршілері шабуыл жасамақ болып аттанды. Бұл туралы естіген Исраилдіктер олардан қорқып кетті. Олар Самуилден: бізді филистерлерден құтқарып, аман алып қалсын деп Құдайымыз жаратқан иеге үздіксіз жалбарына көріңіз, деп өтінді. Сонда Самуил еміп жүрген бір қозыны алып, жаратқан иеге арнап құрбандыққа шалды. Оны түгел өртеп жіберіп, Исраил халқы үшін дауыстап жаратқан иеге жалбарынды. Жаратқан ие оған құлақ асты. Самуил құрбандық шалып жатқан кезде, жау шабуыл жасап жақындап келді. Бірақ жаратқан ие сол заматта өте қатты күн күркіретіп, филистерлердің зәресін ұшырып, олар бастары ауған жаққа қарай қаша жөнелді. Сонда Исраилдік ер адамдар Миспадан шығып, оларды өкшелей қуып, бет қордан да төменгі жерге дейін қырып жойды. Бұдан кейін Самуил Миспа мен Шен арасына үлкен тасты ескерткіш ретінде орнатып, оны Әбен-Езер, көмек тасы деп атады. Себебі ол, осыған дейін жаратқан ие бізге көмектесіп келеді, деп ризашылығын білдірді. Филистерлер осылайша беті қайтарылып, енді Исраил еліне баса көктеп кірмейтін болды. Самуилдың көзі тірісінде олардың үстіне жаратқан иенің құдіретті қолы әрдайым төніп тұрды. Филистерлер бұрынырақ Исраилден Ғат пен Әкронның арасындағы қалаларды тартып алған болатын. Енді Исраилдіктер соларды маңайындағы жерлерімен қоса жау қолына азат етіп қайтадан иемденді. Сонымен қатар Аморлықтармен де арада тыныштық орнады. Самуил бүкіл өмір бойы Исраилдіктердің биі болып өтті. Ол жыл сайын Бетел, Ғылғал және Миспаны аралап, олардағы ғибадат орындарында халыққа билік айтып жүрді. Содан кейін өзінің ата мекені Рамаққа қайтып келіп, Исраилге сол қалада да
билік ретінде қызмет көрсететін. Бұл жерде Самуил жаратқан иеге арнап құрбандық үстелін орнатты. Патшалықтар туралы бірінші жазба, 8-ші тарау. Самуил жасы ұлғайып, қартайған шағында өзінің ұлдарын Исраильдіктердің билері етіп қойды. Тұңғышының аты Жоэл, кенжесінің аты Абиях еді. Олар Бершабада билік айтатын. Алайда ұлдары Самуил сияқты тура жолмен жүрмеді. Олар пайдакүнемдікке салынып, пара алып, шындықты бұрмалап үкім шығаратын болды. Сонда Исраильдіктердің рубасылары жиналып, Рамақ қаласына Самуилге барып, одан: «Өзіңіз білесіз, жасыңыз ұлғайды, ал ұлдарыңыз сіздің жолыңызбен жүрмей келеді. Сондықтан басқа халықтардағыдай бізге де билік айтатын патшамызды тағайындап беріңіз», деп өтінді. «Бізге билік айтатын патшамызды тағайындап беріңіз» деген сөздер Самуилге мүлдем ұнамады. Ол жаратқан иеге сыйынып, оның еркін сұрады. Сонда жаратқан ие оған мынадай жауап берді: «Халықтың айтқандарының бәріне көн. Олар сенен емес, менен бас тартып, өздеріне патшалық етуіме қарсы шығып тұр. Мен оларды Мысырдан алып шыққаннан бері маған адал болмай, бөтен тәңірлерге құлшылық етіп келгендері сияқты, енді саған да солай істеп отыр. Сонымен айтқандарына құлақ ас. Бірақ үстерінен билік құратын патшаның еркін оларға мықтап білдір». Самуил жаратқан иенің барлық сөздерін өзінен патша тағайындауды сұрап отырған халыққа жеткізіп, былай деді: «Сендерді басқаратын патшаның мынадай құқықтары болады. Патша сендердің ұлдарыңды алып, өзінің соғыс күймелері мен аттарын қаратып қояды. Олар күймелердің алдында жүгіріп отыратын да болады. Патша ұлдарыңның кейбіреулерін өз жасағына 1000 басылар мен 50 басылар етіп тағайындайды, ал басқаларына өзінің жерлерін өңдетіп, егінін орғызып, қару-жарақтар мен соғыс күймелерінің жабдығын жасатып қояды. Патша қыздарыңды сарайына исмай жасаушы, аспазшы, не наубайшы етіп алып кетеді. Патша сендердің ең жақсы егіндіктеріңді, жүзімдіктеріңді, зәйтүн бақтарыңды тартып алып, өз нөкерлеріне үлестіріп береді. Ол сондай-ақ өздеріңнің егіндіктерің мен жүзім бақтарыңнан жинаған өнімдеріңнің 10 бөлігінің бірін алып, уәзірлері мен басқадай қызметкерлеріне табыстайды. Ол ең жақсы құл күндеріңді, мүйізді ірі қараларың мен есектеріңді алып, өз жұмысына салады. Соның үстіне ұсақ малдарыңның 10 бөлігінің бірін де патшаға алым-салыққа беріп, ақырында өздерің оның құлы болып шыға келесіңдер. Осы сөздерім жүзеге асқанда, өздерің тілеп алған патшаларыңнан құтқаруды сұрап жалбарынасыңдар. Бірақ жаратқан ие сол кезде өтініштеріне құлақ салмайтын болады. Алайда халық Самуилдың айтқандарын тыңдағысы келмей: «Жоқ, өз патшамыз болсын. Сонда біз де басқа халықтар сияқты боламыз. Патшамыз бізге билік жүргізіп, алдымызда бізді бастап жүріп, соғыстарымызды жүргізетін болады», деп тұрып алды. Самуил халықтың күллі сөздерін тыңдағаннан кейін, жаратқан иеге сыйынып, бәрін айтып берді. Жаратқан иенің жауабы мынау болды: «Халықтың айтқанына көніп, патшасын тағайындап бер». Сонда Самуил оларды: «Әзірше өз қалаларыңа бара беріңдер», деп қайтарып жіберді.